Овсяной бисквит пісіреміз. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқаның белогын салып, үстінен сахар заменитель салып, менде Фитпарат номер 7, 3-4 қана қасық саламын, маған сол жеткілікті. Жақсылап көпіртіп аламыз миксермен. Бірнеше есе жақсылап көтеріледі. Сол кезде жұмыртқаның сарысын салып, тағы да көпіртіп аламыз. Бір-бірден салып отырамыз. Жақсылап көпіртіп алғаннан кейін овсяной ұнымызды бірнеше рет бөліп саламыз. Мен 4 бөлікке бөліп салдым. Массамызды астынан үстіне қарай араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін пергамент төселген формаға салып 180 градуста пісіріп аламыз. Пісіру уақыты өзіңіздің духовкаңызға байланысты. Зубочистка салып тексеріп көреміз. Бисквитіміз пісіп шықты. Формадан шығарып суытып аламыз. Суылған бисквитімізді 2-ге бөліп аламыз. Бисквиттің бетінде ақырындап тегістеп аламыз. Ол бөлігін бисквитті әдемілеуге қолдануға болады. Корждардың арасына өзіңіз қалаған кремді жағып, торт жинайсыз. Мен сметана мен Фитпарат номер 7-ні қолдандым. Сіздер сливки, творожный сыр жағып әрлесеңіздер болады. Тортымыз осымен дайын.